Өмір. Марқұм Хамидолла нағашым жас кезінде ауыл шаруашылық институтты тәмамдап үйленіп, Жезқазған облысына бір ауылға директор болып тағайындалыпты. Жас сұлу келіншегімен екеуі Алматыдан сол ауылға келгенде баспана болмағандығынан алғашқы кезде көлік трактор шеберханасында сол МТМ-нің май әрі-бері өтетін бөлмеде проходнойда қонған. Ерте тұрып жұмысына кетіп, шаруашылығымен танысып, жергілікті жұмысшылармен қарым-қатынас құрып, нағашым кешке шаршап қайтқанда жұбайы Зұлқия әлгі проходнойды тазалап, жөндеп, әктеп қойған екен. Айналада дәретхана жоқ еді. Нағашым МТМ-нің ұжымына қысы-жазы бәрібір керегі болар деп, әдейі аудан орталығынан кірпіш пен кафельді алдырып, кәдімгі қалалардағыдай мәдениетті туалет салдырыпты. Бұрын сол ауылда шаруашылық саласындағы жұмысшыларға ешқашан ойластырылмаған әлеуметтік жағдайларын қамтамасыз ету шараларға жаңа директор енді ерекше назар аударған. Жоғарыдағы басшыларға қатты жалынып, ұжымына арналған спецодежда, сайман, кілттер тәрізді бүкіл қажетті керек жарақтарды әрең сұрап алып жеткізіпті. Қарамағындағы жұмысшылар қуанғанмен бірге директорның жанын салып ерекше көңілімен істеген еңбектерін қызғанып көре алмай жүргендерді бар еді. Сыртынан район мен облысқа арыз жазып, әлгі айтылған туалетті және басқа қауесеттерді қосып айтып, жас бала үкіметтің ақшасын жөнсіз жұмсап жүр деген арыздар үзілмей жазылыпты. Нағашы коммунист партиясы бюроға шақырылып, талай қатты сөгіс алған екен. Бірақ жас директор ғылым кандидаттық жоғары біліміне таянып, бидайдың жаңа түрлерін селекциялауды жалғастырып, ақыл ойын тек сол сүйген саласында шаршамай салынып, жеңістерге мол жігерлі жылдарын жалғастырды. Ерекше адамгершілігінен болар, айналасындағыларға көп жәрдем етуді сүйгені үшін және кішіпейілдігі арқасында басшылық тәрбиесін нығайтып үлгерді. Қызметін атқарғаны сайын жергілікті халықтың арасында тиісті абыройы ұлғая, төңірекке аса танымал болды. Өнімдерінің өскен көлемінің нәтижесі үшін жоғарыдан түсірілген астық беру жоспарлар артығымен орындалып, ерен еңбектері орден медальдерімен марапатталып, халықтың алғысына ие болған. 70-ші жылдардың басында сол кездегі кеңес одақтың ауыл шаруашылығы жетістіктерін таныстыруға Финляндияға көрмеге барғанда Хамидолла нағашым өз саласында капиталистік елдердің өте дамып озғанын көріпті. Сол сәтті қолданып, шет елдік компаниялармен қолма-қол келісіп, Финляндияның комбайндарына қызығып, соларды өз совхозына алуға келісіп үлгеріпті. Осыған хабардар болған басшылар намыстанып, бәрібір советтікі ғана ең жақсы деп, аталмыш техникаларды Қазақстанға әкелуге тыйым салыпты. Елге қайтқанда нағашы капиталистік лагердің пропагандасын атқарды деп, соңына түскен КГБ көп тергеп, партбюроларда ащы әшкерелеп, өшіккен екен. Бірақ қанша әурелеген болса да, нағашым қызметінде қалды. Өмірдің ағымы ретімен уақыт зымырап өте берді. Нағашымның ұлы Шариф және қызы Гүлнар өсіп, оқуларын бітіріп, әр қайсысы үй болып, немерелерді сүйдірді. Шариф ағам Ленинградтың Тимирязев академиясында оқып, әкесінің жолын қуып, ауыл шаруашылық ғылымдары бойынша диссертациясын қорғады. Еңбек жылдары өте келе нағашымның басқарып келген совхозы үлкейіп, ауыл шаруашылық саласындағы кәсіпорындық бірлестікке айналып, нағашы енді генеральный директор қызметін атқаруда еді. Ақыл ойы толығымен өндіріс мәселелерде болып жүрген нағашымды бір күні нақақтан жоғары көлемдегі хищение қылды деп дереу тұтқынға алған. Белгісіз біреулер жала жауып, сыртынан домалақ арыз жазыпты. КГБ және коммунистік партияның белсенділері екі ортада өздерінің бар ықпалын қолданып, бұрыннан жиналған тектеріне ақыры жетті. Солай нағашымды дереу партиядан шығарып, тез-тез ұзақ жылдарға соттап, бас бостандығынан айырып тынды. Бірақ оған қарамастан жәбірленген тұтқын адвокаттары арқылы өзінің намысын қорғау істерді бәрібір тоқтатпады. Қапыста болған жылдарда Хамидолла нағашы қатал, аяусыз жердің өзінде өте абыройлы адамға айналып үлгерген. Ащы кезеңдерде жүрегінен шыққан өлеңдермен бірге талай әдебиет туындыларын жазып, келешегі туралы көп терең ойларға салынған. Бірнеше жылдан соң
Кезінде нағашымның қарамағында болған бастығының көп жақсылығын көрген орынбасары өз еркімен тәубе хатын жазып, директоры туралы жалған ақпарат бергенін мойындады. Сол мәтінде кешірім сұрағанын білдіріп, өзіне қол салып дүниеден өтті. Осы оқиғадан кейін ескі бас бухгалтері де сол жалаға өзі де қатысты екенін мойындағаннан соң ақыры нағашыны тұтқыннан босатты. Партия басшылары ресми түрінде кешірім сұрап, қайтадан коммунистікке кіргізбекші болып, бұрын берген бүкіл медаль ордендерін иесіне қайтарды. Босатылғаннан кейін қайтадан коммунистік партияға кіруден өз еркімен бас тартты. Ал өзінің басқарған жұмыс орны құлдырап үлгеріпті. Сондықтан көпке төзген жұбайымен ақылдасып, туған елге Көкшетауға оралғанды ұйғарды. Көкшетаудың ауыл шаруашылық институты таптырмайтын маман нағашымды ұстаз қызметіне қуана-қуана қабылдады. Сол жылдары бас кезде нағашымның жанұясы біздің үйімізде тұрған үшін мен осы асыл тұлғамен өте көп араласып, сырласқан едім. Және оның шарапатқа толған ұлағатты сөздері әлі де есімде қалды. Мені ерекше жақсы көргеннен, тіпті әскерде немесе шет елдерде болсам да, арамыздағы хаттасу, телефондасу, қарым-қатынастарымыз ешбір үзілмеген еді. Хамидолла нағашым мен ұлы Шариф екеуі бірігіп қайтадан астық саласындағы ғылыми қызметтерін кеңейтіп, үкіметтен Алматы және Ақмола облыстарында ауыл шаруашылыққа арналған агрономиялық жоғары дәрежедегі зерттеулерге арналған жерлерде елімізге өте қажетті еңбектерін жалғастырды. Кеңес одағы тарқағанда нағашыларымның өздерінің жеке меншік үздік шаруашылықтары салаларының алдында болып, ірі көлемдегі салмақтағы кәсіпорын ретінде танылды. Айтарлық, бала күнінде Хамидолла нағашым әкеден ерте жетім қалды, бірақ ерекше діндар анасының тәрбиесімен өсті. Ашық нұрлы жүзі өмірі бойынша әркімнің естерінде тек мейірімді күлкісімен қалғаны мәлім. Терең ғибратты сұхбаттарында мол көргендерінен керемет әңгімелерді айтушы еді. Және арасында ретімен нәзік әзілдерге толған сөздері кез келген адамның жүрегін елжіретіп жіберіп, ерекше әсер ететін. Маған айтқан насихаттарының бірі: дүниеден талай бай өтті, алайда олардың есімдері енді ешкімнің есінде жоқ. Ал өзінен кейін ұлағатты сөз мирас қалдырғандар тарихта сақталды, деп дана кісілерді сайып айтушы еді. Тағдырдың жазуы бойынша нағашы көп қиындықтар көрседі. Өмірінде өзінің зор руханияты мен адамгершілігін әрдайым қорғаған зиялылардың бірі. Шарапатты дана ақсақал 78 жасында бақилық дүниеге аттанды. Өмірінің соңғы 20 жылы намаз, оразасы оның жан серігі болған. Әлбетте нағашым өзі және оның шаршамас ұлы екеуі тегін адамдар емес еді. Сол себептен олардың берекелі еңбектері нәтижесінде ұрпақтарына тиісті әлеуметтік қорын мирас қалдыра білген. Дәуірінде жан-жақты еңбектері мен тәжірибе қасиеттері әсіресе мемлекет тарапынан әділ бағаланбай, осы екі көрнекті ғалым бәрібір тиісті дәрежеде толық қолдау көрмеді. Сондықтан өздерінің білім деңгейіндегі мүмкіндіктерін елімізге одан да көбірек сый етуді үлгермегендері өте өкінішті. Әттең осындай патриот асыл тұлғаларға заман көбіне өгей болып тұрады. Осы әңгімені 2016 жылы жазып едім. Айтарым мол. Каналыма жазылыңыздар.